Сәлем достар, бүгін тәп-тәттім сіздермен бірге. Бүгін біз сіздермен бірге духовкада тауық етін пісіреміз. Яғни бізге керек 2-3 түрлі приправа, тұз, үйде барлық дәмдеуіштерді қолдансаңыздар болады. Оның үстінен үйде майонез, кетчуп қайсысы бар, соны қолданамыз. Бізде үйде майонез, кетчуп болды, сол кетчуппен біз жасадық. Кетчупқа 2-3 түрлі приправа мен тұзды қостым. Сосын жаңағы дайындап қойған тауығымыздың үстіне алдына артына жақсылап жағып шығамыз, келкі қылып. Оға дейін духовкамызды қыздырып қойсаңыздар болады. 15 минут маринадталса жетеді. Өйткені дәмі өте тез сіңеді. Тұздар мен приправалар кетчуппен бірге. Кетчуп қолдансаңыздар, сіздердің тауықтарыңыз қып-қызыл әдемі болады. Духовканы дайындап қоясыздар, 180 градуста 40 минутта піседі. Міне бізде 180 градуста 40 минутта пісіріп алдық. Арнайы пакетке салып пісіресіздер. Біздің тауығымыз дайын. Кешкі ужинға астарыңыз дәмді болсын.